Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан және де менің арнама қош келдіңіздер. Мен бұл арнада неше түрлі тақырыптарға видео жасаймын, beauty, fashion, болашақта спорт жайында да болады, дұрыс тамақтану жайында болады. Күнделікті влогтар өзімнің өміріммен сіздермен бөлісемін. Сол себепті жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде жазылыңыздар. Сондай-ақ менің инстаграм парақшамды қарап отырыңыздар. Ол жерге жиі посттар шығады, историялар шығады. Мені сіздер жоғалтып алмайсыздар. Егер де сіздерге осындай видео форматтар ұнап жатса, маған пікір жазсаңыздар екен. Өйткені алдыңғы видео мен білем, кішкене ұзақтау болып кетті. Позитивті өмір сүру жайында, егер де көрмесеңіздер қарап шығыңыздар. Маған өзіме жеке басыма YouTube'да осындай форматта видеолар көрген өте ұнайды. Мен шай ішіп отырып, немесе үй жинап жүріп, жай сондай бір күнделікті тірлікпен немесе боянып жүріп, осындай видеолар көрген өте ұнайды. Бұл видеода кішкене ұзақтау болып кетуі мүмкін. Қолдарыңызға шай, немесе кофе, немесе басқа да бір нәрселер алып отырыңыздар. Бүгінгі видео мүмкін болашақ аналарға, немесе қыз келіншектерге, немесе жай ғана жас аналарға қызықты болатын шығар. Өйткені бүгін мен сіздермен өзімнің босануым жайында айтып бергім келіп отыр. This is just a moment dedicated to my mother, my grandmother. История родов дейді ғой. Осындай посттар инстаграмда өте көп қаралады. Бірақ әлі де мен өзімнің сол қалай босанғаным жайында, сол күн жайында отырып жазуға шамам болмай жүр, шыны керек, қолым тимей жүр. Бірақ сонда да видео ретінде сіздерге айтып бергім келіп отыр. Өйткені мүмкін жас осындай енді босанайын деп жүрген аналар болса, сіздерге бір пайдасы тиетін шығар, бір пайдалы ақпарат айтатын шығармын. Мен өзім босанайын деп жүрген кезде, яғни жүкті кезімде осындай видеоларды өте көп қарайтынмын, және де сондай посттарды көп оқитынмын, яғни басқа бір қыз келіншектердің босанған жаңағыдай историяларын оқып, бір жағынан ондай көп нәрсе оқығанда, білмеймін, сол сценарийді сен өзіңнің басыңа қиып алатын сияқтысың. Сол себепті мен сіздерге қатты сондай бір деталін айтпасам да, жалпы өзімнің түйгенім, өзімнің қандай түйген ойларым, және де келесі босанатын кезде қандай сол нәрселерді, ережелер болсын, опыт дейді ғой, тәжірибем болсын деп сіздермен соны бөлісейін деп отырмын. Сонымен жалпы мен өзімнің жүкті екенімді Нью-Йоркта білгенбіз, Диас екеуміз бірге білдік. Сол кезден бастап менде ақырындап токсикоз да бастала бастады. Яғни мен сіздерге өзімнің жүктілік кезім қалай өткенін кішкене айтып өтейін. 9 ай бойы жүкті екенімді айтып видео шығарғанмын. Диас екеуміз, егер де көрмесеңіздер қарап шығыңыздар. Сол жерде айтқам біраз кішкене токсикоз туралы, сол Нью-Йоркта жүргенде неше түрлі иістерден, жаңағыдай Қытайдың мейрамханаларының жанынан өтіп баратсақ, енді Нью-Йоркта ұлттар өте көп қой, әр ұлттың дәмханасы бар. Солар тек қана көшеден өткеннің өзінде солардың иісінен маған қатты сондай жаман болатын токсикоз. Тек қана бір жүрегімді айнытады, болды. Ары қарай бармайды. Басқаларда қалай болатынын да мен оқыдым. Енді көбісі жаңағыдай, ой, біз унитазды құшақтап ұйықтаймыз деген сияқты. Енді ондай болған жоқ, бірақ жүрегімді қатты айнытатын мен. Әсіресе ұшаққа отырып, енді Қазақстанға қайтып келе жатқан кезде өте қатты қиналдым. Өйткені енді білесіздер, Нью-Йоркпен мысалға Алматыға ұшып келу қаншама пересадкамен 10-12 сағаттық рейс болған. Сол кезде әрең шыдап, әрең елге жеттім ау деп, әйтеуір сондай көңіл күймен келгенмін. Өйткені жаман басым айналды, жүрегім айныды. Оның үстіне біз сол кезде ешкімге айтпай келдік, яғни сюрприз жасағанбыз ата-аналарымызға. Жүктілік кезінде мүмкін білетін шығарсыздар, алғашқы 3 ай бойы өте жақсы сақтанып жүру керек дейді. Сол 3 айда енді ауырмағаныңыз дұрыс, ешқандай жаңағыдай тұмау, анау-мынау дегендерден сақтанып жүру керек. Мен бірақ өкінішке орай кішкене ауырдым, тұмаураттым. Акушер-гинекологыма бір рет барған кезде ол тексеріп маған низкая плацентация. Солай аталушы ма еді? Мен уже ондай терминдердің бәрін ұмытып қалыппын. Солай атау керек, низкая плацентация, яғни бала өте қатты төмен жатыр деген сөз.
сондай диагноз қойып маған сохранениеге жату керек деп сондай айтқан болатын. Сол кезде сохранениеде жатып кішкене болатын дүниеге бір басқа қырынан қараған кезде жауаптырақ, яғни мен ішімдегі балама жауаптымын деген маған сол кезде сезім келген болатын. Сол кезден бастап мен өте көп кітап оқи бастадым. Жалпы ол не нәрсе, жүктілік деген не нәрсе деген сияқты. Енді сол кездердегі өзімнің сезімдеріме қарап отырсам, мүмкін болашақ қазір мен тыңдап отырған аналарда да болатын шығар. Сол кездері бас кездерінде қорқыныш деген өте қатты болады, яғни сезім. Енді білесіздер, ол қандай болады, неше түрлі оқиғаларды естисің сен, балам аман есен босанып шығам екен, қалай болады екен деген сияқты неше түрлі қорқыныш бүкіл сол 9 ай бойы болуы мүмкін. Маған не нәрсе көмектесті, яғни менде де ондай қорқыныш болды. Өйткені сондай сохранениеге түскеннен кейін оның үстіне жаңағы мен сол кездері тісімде проблема бола бастады, тісімді көрсетіп, оны бірақ емдеуге болмайды жүкті кезінде, сосын келесің деген сияқты неше түрлі нәрселер болды. Больницаға жаңа жатып сохранениеге. Сол кезде кішкене адамда депрессия да бола бастайды, я. Мен енді өз-өзімді көп анализ жасаймын, өз-өзіммен көп іштей жұмыс істеймін. Сол кезде өз-өзіме сұрақ қоя бастадым. Бұл қорқыныштың негізі бар ма, жоқ па? Яғни сізге, өміріңізге егер де бала берілсе, Құдай сізге баланы берсе, онда ол бала өзі де келгісі келеді бұл өмірге. Оны тек қана сіз қалап алған жоқсыз, баланың өзі де бұл өмірге келгісі келеді. Яғни 12 апта болсын, қанша апта болмасын, 1 апта болсын, 2 апта болсын, қалай айтсам екен, ол бала кәдімгі біз сияқты, адам сияқты оның да жаны бар, оның да ниеті бар, оның да, мен өзіме сөйтіп айтатым, оның да арман мақсаты бар, оның мақсаты осы өмірге келу, аман есен босану, Бұл жерде тек қана сен ғана бұны сен шешпейсің, бұл жерде сенің сол баланың өзі де шешеді, мысалға сенің жанындағы жолдасың да шешеді деп мен өз-өзіме сөйтіп айтатынмын. Оның үстіне ол жаңағы Диастың баласы болса, менің жолдасымның баласы, онда ол тіпті, яғни оның мінезі өте жаңағыдай мықты, ол өте күшті бала болу керек. Ол тек қана, мысалы, мен өзім ойлайтын, мүмкін мен бір жерден қателік жасадым ба, мүмкін жаңағыдай сохранениеге түскен кезде мен ойлаған, мүмкін мен өз-өзіме дұрыс қарамадым, мен дұрыс витамин ішпедім. Енді әр адам болады, оның үстіне жүкті әйел болғаннан кейін гормондар ойнайды, сен өз-өзіңе неше түрлі ойларды ойлай бастайсың. Мен сол кезде ойлаған, мүмкін мен бір жерде дұрыс жасаған, дұрыстап жүктілік кезіне дұрыстап дайындалу керек еді деп. Яғни мен оған дайындалғанмын да, бірақ енді ол жүкті кезінде сен ондай нәрселерді ойламайсың. Не дайындалу керек еді дұрыстап витамин ішу керек еді, дұрыстап жаңағыдай акушер-гинекологқа ертерек жазылу керек еді деген сияқты нәрселерді ойлай бастайсың. Балада мысалға 23 хромосом анасынан, 23 хромосом әкесінен болады, Сол себеп мен ойлайтын, оны енді жартылай жарайды, мен денсаулығым болғанмен, жартылай ол Диастың да денсаулығы, яғни Диастың денсаулығы өте керемет, ол мықты. Сол себепті ол бала да мықты. Ол тек қана сенің ғана балаң емес, яғни сенен шығатын бала емес. Ол жерде, яғни сенің жолдасыңның да гені бар, Сол себепті сондай ойлар маған өте жақсы күш беріп, маған кішкене сондай бір спокойствие дейді ғой, сондай нәрсе беретін. Мен өз-өзіме айтатын, бұл бала өзі дүниеге келгісі келеді. Мен оны сеземін. Бұл бала өмірге құштар бала. Сол себепті мен қандай ой ойламасам да, қалай жерден қаншама қорқыныш эмоциясы менде тумаса да, ол бала өмірге келеді деген сондай менде өзімнің сенім болды. Сондай бір бастапқы айларда сондай бір қорқыныш, жаңағыдай сенімсіздік күйлерінен мен жақсы өтті. Одан кейін бір қызығы, біз 12 аптада, яғни өте ерте баланың жынысын білдік. Алматыда доплер жасатқанбыз. Менің өзімнің акушер-гинекологым, мен 3-ші перинаталды перзентханада қаралдым. Сол жерде акушер-гинеколог бар. Өзімнің тұратын мекен жайымнан емес, ақылы түрде басқа гинекологты таңдап, ол да рекомендациялар арқылы. Аты өкінішке орай есімнен шығып кетті, бірақ сіздерге керек болса мен тауып бере аламын. Инфобокстан тапсаңыздар болады. Өте керемет кісі, үлкен жастағы орыс апай. Сол мені жаңағыдай қарап, бүкіл 9 ай бойы менің салмағымды қадағалап, 9 ай бойы баланың денсаулығын қадағалап, керек жерінде витамин айтып, керек жерінде анализдерге жіберіп, солай қадағалап отырды. Оның бүкіл айтқан тапсырмасын мен орындап келетінмін. Бұл жерде отличница синдромы сияқты, ол да мені мақтап,
дұрыс тамақтан кішкене недобор десе жақсылап тамақтанып, керісінше перебор десе кішкене тамағымды азайтып, солай өте қатты салмақта қоспадым. Ең бірінші сол акушер-гинекологыңызды жақсылап табыңыз да, оның айтқан бүкіл нәрсесін орындап жүріңіздер. Әрине енді екінші реттен де мен тексереттім, форумдарға кіріп, интернетке кіріп, Mom's Life, ол кезде Преги деген приложениені білетін болсаңыздар, соған кіріп іздеп дұрыс анализ тапсырып жатырмын ба, яғни ол гинекологтың айтқан назначениелерін екінші реттен сөйтіп көріп, интернеттен оқып, не үшін екен деген сияқты. Сол акушер-гинекологым мені Асқарованың бойында, сол Алматыда бір узистке жіберді, узист апай, доплерге. Сол кезде өте жақсы узист апай екен. Оның да қазірде аты кішкене есімнен шығып отыр. Егер де керек десеңіздер мен жаза аламын, оның адресін, телефонын. Сол кісіге бардым, ол өзі де айтқан, жаңағыдай студенттер маған келеді дейді. УЗИді қалай түсіру керек ретінде ол өзі сабақ береді, сондай енді тәжірибесі өте жақсы. Сол бізге 12 аптада бізге сол баланың жынысын айтты, яғни ұл болады деп. Сонымен жүктіліктің ортасына қарай келген кезде мен өте көп видеолар көре бастадым, кітаптар оқи бастадым. Кітаптардың тізімін де мен инфобоксқа жазайын. Қазірде ол әр кітаптың мазмұнын айтып отыратын болсам, онда видео мүлде 1 сағат болып кетеді. Сол себепті қызық болса, видео қандай маған көмектескен, кітаптар қандай көмектескен, бәрін сол инфобоксқа жазатын боламын. Бізге негізі ПДРді, яғни сол босанатын уақытты 1 сентябрьге, 1 қыркүйекке қойған болатын. Ал ол кезде жаз кезі болатын. Дәрмен дүниеге 21 тамыз күні келді. 21 тамыз ол жұлдызнама бойынша ол арыстан. Ал 22-сіне қараса, 22-сінен ары қарай ол дева. Мен бірақ ішімнен біліп жүрдім, менің балам арыстан болады деп. Міндетті түрде ол арыстан болады деп. Сол себепті мен 100% мен сенімді болдым. 1 қыркүйекке дейін мен жүрмейтініме. Яғни мен ертерек босанатынымды білдім өзім іштей. 36 аптаның ортасы, 37 апта басталарға қарай ол күн жексенбі болатын, 21-і. Сол кезде Дәрмен дүниеге келді. Жаңағы видеоларды көргенде бір украин доктордың акушер, ол да неонатолог, сондай бір кісі өте жақсы түсіндіреді. Сол видеоларында айтқан болатын. X күні келген кезде, яғни босану уақыты келген кезде, сіз қалай әрекет етесіз? Сол күнді ойыңызша сценарий қылып жазыңыз деген бір кеңесі. Және де өзіңіздің жолдасыңызбен сол сценарийді бір-біріңізге айтып, қалай әрекет етесіздер, сіздер қандай машинамен барасыздар, ол қандай жолмен барасыздар деген сондай бір детальдарына дейін сол сценарийді өздеріңіз айтып ақылдасыңыздар деген. Менде партнерский роды болды. Біз бірден солай шешкенбіз, Диас екеуміз бірге босанамыз деп. Өйткені бүкіл жүктілік кезінде ол менімен бірге жүрді, бүкіл анализдер менімен тапсырып, әр жаңағы акушер-гинекологқа барғанда да біз бірге баратынбыз. Ол жағынан енді Диас өте маған күшті көмектесті, оған рахмет. Әлі кішкене мен айтамын, біз бірге босанып, бірге жүкті болдық деп. Сол себепті біз бірден шешкен болатынбыз, ол партнерский роды болады. Және де Диасты да мен моральды түрде дайындап, неше түрлі оған видеолар көрсетіп, осылай болады деп. Доктордың айтуы бойынша видеоларда. Егер де партнерский роды болса, онда жолдасыңыздың бірінші нәрсесі сол күні, егер де мысалы таңертең сіз тұрдыңыз, яғни осы күні жаңағыдай жақындап келе жатыр, больницаға бару керек деген кезде дайындала бастайсыз, иә? Сол кезде ер адамның дайындалатын бірінші нәрсесі ол өзі тамақ ішіп алу керек дейді. Өйткені ол босану процесі деген сіз білмейсіз, 5 сағатта босанып шыға ма, немесе 10 сағат, 15 сағат, немесе келесі күнге кетіп қала ма. Ер адамдар қарны аш кезінде ашулы келеді ғой. Сіз ашулы болмай, керісінше жұбайыңызға көмектесіп, оған қолдау көрсету үшін сіздің қарныңыз тоқ болу керек. Сол себепті сіз дайындалатын кезде өзіңіздің жағдайыңызды өзіңіз жасап, яғни қарныңызды тойдырып, тамақтанып алыңыз деген кеңесі болатын. Енді меніңше бұл өте керемет кеңес, өйткені енді білмейсіз ғой, бұл жерде әйел өзі босанайын деп жатыр, оның жаңағыдай схватка келіп жатыр, ол енді барып тамақ дайындап сөйтіп жүрмейді ғой енді. Сол себепті ол айтқан, ер адамдар өз жағдайын өздері жасап, тойып тамақтанып алыңыздар деп. Солай 21 күні, жексенбі күні біз таңертең ояндық. Диас екеуміз ол кезде бөлек тұрдық Алматыда.
мен таңертең ояна салам, неге екені іштей біліп тұрдым. Мен бүгін босанамын деп. Білмеймін ол маған қайдан ол ой келгені, қандай түс көргенін, бірақ таңертең ерте тұрдым. Әдетте сол жүкті кезінде мен өте көп ұйықтайтынмын. 9-10-дарға қарай тұратынмын. Сол күні бір 8-дерде ма, әйтеуір ерте тұрып алдым да іштей білдім. Бүгін босанамын деп. Өйткені кішкене ішім ауырып тұрған сияқты болды. Сөйтіп тұрдым, жүрдім, сөйтіп дәретханаға барып келгеннен кейін, яғни кішкене жаңағыдай пробка кеткенін білдім. Сөйтіп Диасқа айттым. Меніңше мен бүгін босанатын сияқты деп. Өйткені менің ішім ауырып жатыр, және де жаңағыдай нәрселер, яғни признаки дейді ғой. Сондай болды деп. Біз екеуміз алдын ала келісіп алғанбыз. Өйткені жаңағы доктордың кеңесі бойынша сол күн егер де туса, ешқандай да паника болмау керек. Барлығы спокойно, жаңағыдай, барлығы да жақсы күн болатындай, барлығы да позитивно өту керек деп. Біліп тұрмын, Диас та енді сол ережені сақтап жүр, жарайды, бәрі жақсы болады деп. Екеуміз де бір-бірімізге сондай қатты паникаға берілмей, кішкене күліп, солай болып жүрміз. Кішкене жаңағыдай су біраз іштім де қараймын, ішім қаттырақ ауыра бастады. Диасқа айттым, болды, давай ақырындап жинала берейік, барып келейік деп перзентханаға. Сосын жаңағыдай телефонымыздан приложение бар, нелерді қарап отыратын, схваткалардың интервалын қарап отыратын. Сол бойынша интервалын қадағалап отырмыз. Уже жаңағыдай жиірек бола бастады. Сосын қарасам, Диас кухняға кіріп, өз-өзіне тамақ жасап жатыр. Өйткені жаңағы ережені жақсы сақтап отыр ол. Барып та өзіне бір бутерброд жасап, сондай тамақ жатыр. Мен отырмын кухня жақта, яғни залға қарай, жаңағыдай бізде фитбол болатын. Сол фитболда отырмын, кішкене өз-өзімді тынышталдырып, өйткені ішім қайта-қайта ауыра бастайды. Біресе қойып кетеді, біресе ауыра бастайды. Сондай болып отыр. Диасқа қараймын, ол кәдімгідей өзі тамақ жеп отыр. Сосын айтамын, уже шыдамай кеттім. Болды енді жиналайық деп. Бірақ бір-бірімізбен келісіп алғанбыз, ешқандай паника болмайды деп. Сол себепті әйтеуір болды, давай тез-тез жиналайық енді, болып барайық деп. Әйтеуір керек заттардың бәрі жиналып тұрған, енді киініп дұрыстап, екеуміз сөйтіп кішкене асықпай, бірақ ішімізден екеуміз де мен біліп тұрмын, ол да қатты енді жаңағыдай переживать етіп жүр, мен де қатты қобалжып жүрмін, бірақ екеуміз асықпай шықтық, машинеге отырдық, сөйтіп роддомға бардық. Роддом үйіміздің жанымызда болатын. Өйткені үйімізді де солай алғанбыз, біз кішкене перзентхананың жанында болсын деп. Дәрменнің жексенбі күнді таңдағанына мен әлі де оған алғыс айтамын. Өйткені жексенбі меніңше босану үшін идеалды күн. Оның алдында жүкті кезімде акушер-гинекологқа приемына барып жүрген кезде адам көп болатын, очередь, яғни сондай. Ал жексенбі күні онша адам жоқ, мүлде ешкім жоқ. Және де 21 тамыз күнде өте қатты ыстық емес, өте қатты суық емес, сондай жақсы жылы күн болған. Асықпай екеуміз келдік, машинаны қойдық, түсіп, сол барсақ, яғни бір қыз отыр. Сол жерде қабылдайтын, асықпай бізді толтырды, анау-мынау визаны көрсетіп солай. Одан кейін барыңыз, ана жерде врачқа сізді тексеріп көреді, мүмкін ол ложный схватка шығар деп. Жарайды деп, асықпай ол жерге бардық. Ол пока врач келді. Коридорда ешкім жоқ. Яғни сол перзентхананың бөлімінде ешкім жоқ, мен ғана сол жүрген. Диас екеуміз жүрміз. Дежурный врач келіп тексерді. Ол айтты, сіз уже туасыз, 3 сантиметр деді раскрытие. Одан кейін бізді КТГ-ға жіберді, палатаға орналастық. Сөйтіп жүрген кезде КТГ-да отырғанда, яғни баланың жүрегін тексеріп отырады. Сол кезде мен сезе бастадым, менің жаңа схваткаларым өте қатты бола бастады. Одан кейін оны біткеннен кейін, ол әйтеуір бір жарты сағат жатасың ол жерде. Ол біткеннен кейін сағат кішкене біз перзентханаға келгенде бір 10-11-лер болды. КТГ бәрін жасағанда уже 12 шамасында болды. Одан кейін палатаға келгенде мен жаңағыдай қатты нағыз схватка дейді ғой, соның нағыз схватканы сезе бастадым. Яғни мен қатты ішім ауырып, мен уже бүгіліп, уже жаңағыдай жаттығулар жасай бастадым. Сол кезде мен өзімнің врачым келді, біз алдын ала келісіп қойғанбыз бір врачпен. Ол көріп тұр ма менің ауырып жүргенімді, ауырып жатқанымды, сосын эпидуральный анестезия салайық деді. Мен оның басында да акушер-гинекологымен ақылдасқан кезде мен айтқам, мен енді қарсы емеспін деп. Көрейін басында қалай ауыратынын деп. Бірақ енді жаңағы врачымды көрген кезде, салыңыздар дедім.
сөйтіп бірінші уколды салды, эпидуралканы. Сағат сол 1-лерден бастап 6-ға дейін мен кішкене сондай бір ұйқылы, ояу, біресе ұйықтап кетем, біресе оянам, сондай бір кездер болды. Бірақ эпидуралка кезінде де мен айта алмаймын, мүлде ештеңке сезбедім деп. Ауырған кездерін кішкене сезесің. Бірақ енді ол андай ауру болады ғой, жаңағыдай шынымен де жүрегің айнып, сондай отравление кезінде бір жүрегің айнып, ұйықтатпай, біресе ұйықтап кетесің, сондай кездер болады ғой, енді сондай болды. Бір кездер ұйықтап кеттім, бір кездер көрші палатада жаңағыдай әйелдердің туып атқанын естисің, әйтеуір сондай бір ұйқылы ояу кез. 5:30-6-ға қарай жаңа врачым келіп 8 сантиметр раскрытие болды деген кезде мен қуандым. Өйткені, яғни бала босанатын кез ол 10 сантиметр, иә. Сөйтіп мені родовой палатаға ауыстырды сағат 6-ларда. Родовой палатада адам өте көп болды. Көп болды дегенде енді врач, 2-3 медсестра, тағы да бір 2-3 техничка, әйтеуір адамдар өте көп, сосын диаста тұрды қасында. Сол кезден бастап мен өте қатты қинала бастадым. Эпидуралканың бір жаман жері, ол сізге енді бас кезінде жаңағыдай қатты схватка болған кезде енді ол сізге сездіртпейді. Бірақ енді туу керек кезде сіз керісінше сол схватка қатты болып, сіз сол схватканың күшімен баланы итеру керексіз. Ал мен керісінше жаңа эпидуралка салғаннан кейін маған ол қатты схватка маған өте қатты сезілмеді. Сол себепті врач маған ал енді итер деген кезде баланы мен сезбейтін, өйткені схватканың қашан келіп, қашан қайтатынын сезбей қаласың. Схватка қатты келген кезде сен де баланы итерсең, солай бала шығады. Сондай кішкене түсініспеушілік болды. Мен мына жағыма қараймын. Медсестралар тұр. Бір қызық жағдай болды. Бір медсестра, өзі бойы кішкентай, қызық медсестра, ол маған айтады да, осылай, яғни үлкен дәретке барған сияқты қатты жаңағыдай қинал дейді да, маған еще түрімен көрсетіп былай деп. Мен айтамын, оған қараймын да мен күлкім келеді. Яғни мен өзім көрген видеоларда ондай емес еді деген сияқты. Ал менің сол кездегі қателігім, олар маған айтатын, ал енді күшен деген кезде кішкене 1-2 секунд күтіп барып күшену керек еді. Ал олар маған күшен дейді, мен бірден күшенем, одан кейін ол схватка кетіп қалады. Менің сол кезде кішкене ойым бір анау программистердікі сияқты жұмыс істейді. Оған дұрыс программа салмайынша ол түсінбейді. Одан кейін мен түсіндім, олар мені не қалап тұрғанын. Одан кейін қалай жұмыс істейтін логикасын түсіндім оның. Содан кейін барып бәрі дұрыс болды. Яғни жарты сағаттай кішкене сөйтіп қиналып қалдым. Сол родовой палатада тұрып баланың босанғанына дейін негізі бір 15-20 минутта бала босанады. Жаңағыдай схватка қатты келген кезде, солай адам күшенген кезде бала босанады. Ал мен кішкене жарты сағаттай бала не ары бармайды, не бері бармайды, сондай жағдай болып қалды. Сол кезде мен врачым ішімнен де мені басты. Мен алдын ала видеолар көріп алғам. Сол жаңағы докторлардың видеода, YouTube'да айтқан, ішті мүлде басуға болмайды деп. Тіпті Европада, егер де врач сенің ішіңнен басса, босанар кезде, яғни бүйтіп шынтағымен сен бүйтіп ішіңді қатты бүйтіп басады да баланы бүйтіп шығарады. Ол негізі преступление дейді. Кәдімгідей ол медициналық заң бойынша Европада, Америкада, жалпы дүние жүзінде олай ішке басуға болмайды деген видеоларын көріп алған. Ал менің врачым, сол нәрсеге мен әлде ашу ызам келеді негізі. Менің врачым солай бірнеше рет солай басты. Мен енді ана жерде өзім қиналып жатырмын, және де жаңағы нәрселерді біліп алғам, ой басуға болмайды. Мен оған айтайын десем не күшім жетпейді. Солай әйтеуір бір жақсы нәрсе, ол мен диас қасында тұрып, ол маған әйтеуір соның ғана көзіне қарап, мен негізі солай дәрменді босанған шығарып. Өйткені тек қана диас қана мені қолдап тұрған сияқты болды. Жарайды, ботам бәрі дұрыс болады, давай тағы да кішкене деп. Мен әйтеуір қинап жатып, былайша айтқанда әйтеуір босандырып алды сол врачтар. Ұшымнен басып жатып. Сөйтіп дәрмен дүниеге келді сағат 18:30-да, 18:31-де. Дауысы да басқаша шыққан сияқты меніңше. Оған дейін палатадағы әйелдердің босанғанда балалардың дауысы басқаша шығатын сияқты. Ал дәрмен дауысы басқаша шыққан сияқты. Соның өзіне дейін мен сол кезде дәрменнің ерекше бала болатынын сездім. Енді әр анаға мүмкін сондай шығар, иә? Яғни ол өзіңнің балаң екеніңді сезесің, өйткені ол басқаша жылайды. Сөйтіп бірден кеудеме басты дәрменді. Бір жақсы жері, өйткені оның да мен бәрін оқып білгем, яғни бірден кеудеге басқан деген ол өте жақсы деп. Диас екеуміз жыладық. Енді ол нәрсені шын мәнісінде сөзбен айтып жеткізуге енді білмеймін.
ешқандай да сөз де шықпайтын шығар. Дәл сол момент, яғни баланың босанып шыққан кезі, шынымен де неге қазақтар босану деп айтады? Сен шынымен де бір эйфория, яғни бір босандың, бір сондай бір күшті бақытты сезім ол. Эйфория кәдімгі. Қандай гормондар бөлінетінін мен білмеймін, бірақ шынымен де басыңа бірден сондай окситоцин дейді ғой, басыңа бірден сондай гормоны счастье барлығы келеді, қуанасың, жылайсың, қасында Диаста жылап тұр. Сөйтіп екеуміз әйтеуір бақытты болған күніміз. Бірақ менде разрывтер де болды, жаңағыдай дұрыс күшенбегеннен кейін, эпидуралка салғаннан кейін сен яғни аяғыңды да сезбейсің. Сөйтіп палатадан шыққаннан кейін андай креслоға отырғызады сені, сондай кресломен шығасың. Кресломен шығып, яғни өзімнің палатама кетіп баратқанда да жан жақтағы да санитарка, медсестралар молодец, бір соғыстан келгенде немесе космостан ұшып келгенде саған бәрі деп шапалақтап. Және де сол моментте мен сездім, өмірдің енді басқаша болатыны. Шын мәнісінде ол жақтан палатадан кетіп баратқанда сен тіпті ол адамдарға да қарағанда сенің көзіңде басқаша болады бәрі. Ал керісінше міне балаңды босандың, ары қарай енді палатаға кетіп баратқанда оларға да қарап мен басқаша қарап жатқанымды түсіндім. Яғни өмірдің бояуларының өзі басқаша бола бастайды. Сөйтіп палатаға келдік, біз бірден ақылы палатаға жатамыз деп шештік. Ол шешімнің дұрыс болғанына мен көзім жетті. Шын мәнісінде егерде мүмкіндіктеріңіз болса, егерде таңдау бар болса, яғни общий палата және де платная палата дейді, онда міндетті түрде сол ақылы палатаны алыңыздар. Өйткені ол жерде сіздер өздеріңіз боласыздар. Және де қасыңызға бір адамды ала аласыздар. Мен мысалы мамамды алдым. Яғни көмекші ретінде өте маған көп көмегі тиді. Жалпы палатаға барғанда ол жерде 7-8 әйел болады. 7-8 әйел, яғни жаңа босанған балалары болады. Және де сіз келіп жатасыз. Және де егерде разрыв болса, эпидуралка алсаңыз, сіз бас кезінде тіпті жүре алмайсыз. Тіпті сізге отыруға да болмайды. Сондай кездері қасыңызда адам болу керек. Ал ол кезде сізге жағда кішкентай баланы беріп қойсасыз, ол балаға қарау керексіз. Сол себепті мүмкіндік болса, әрине қасыңызға бір адам келгені дұрыс, көмекші ретінде. Одан кейін емізумен де кішкене проблема болады. Енді ол меніңше барлығында болуы мүмкін. Бірден сүт келе қоймайды, оны баланы қайта-қайта қойып отыру керек кеудеңе. Олмен қоса сен өз-өзіңмен кішкене өз-өзіңе келгенше жаңағыдай не бір дұрыс дәретханаға бара алмайсың. Енді сондай моменттер болады. Сол кезде қасыңызда адам болғаны дұрыс. Элементарный түрде баланы жаңағыдай дұрыстап киіндіретін, мысалы, әрине сол жердегі медсестралар көмектеседі, бірақ бәрібірде, мысалы, түнде ұйықтағанда, босанып болғаннан кейін неше түрлі процедуралар да басталады. Мысалға, келесі күні сіз баланың, мысалға, басын көрсетуге барасыз, ол кабинет басқа этажда болуы мүмкін, басқа кабинетте баланы жаңағыдай бірге көтеріп барғанға да оған жаңағыдай прививка салады, өзіңізді қарайды, қайта-қайта сізді шақырады сөйтіп. Адам әртүрлі болады, мен білем, кейбір қыздар, яғни өздері туа салып, өздері апарып, өздерінің қолдарына алып сөйтеді. Енді мен кішкене ондай мүмкін адам емес шығар, маған өз-өзіме келуге уақыт керек, біраз енді нәрсені анализ жасауға уақыт керек, оңды солымды қарап деген сияқты жалпы палатаға үйренуге уақыт керек. Алғаш босанғаннан кейін көп нәрселерді кейбір жерден білмеуі мүмкін, мысалы баланың үшкіруі, өйткені ол жаңағыдай анасының ішінде басқа ауамен демалады, босанғаннан кейін басқа ауа болады, оған үйренгенде ол яғни реакциясы үшкіру болады, түшкіру. Сөйткені қайта-қайта түшкіргенде біз ойлайтынбыз, ойбай тағы да ауырып қалды ма деген сияқты. Жоқ, медсестралар айтатын, жоқ, ол жаңағыдай нормальный реакция деп. Одан кейін бірінші кездері үлкен дәретке барғанда баланың үлкен дәреті қап-қара болып шығады. Мысалы, сондай моменттерден қорықпау керек, оның бәрін алдын ала оқып алу керек. Бас кезінде енді мен де білдім, сүттің оңында оқығанмен сүт бірден шықпауы мүмкін. Оған қатты қобалжымау керек. Өйткені қобалжыған сайын сүт болмайды. Енді шыға бастады ақырын сүт, бірақ аз-аздан шыға бастады. Дәрмен басында енді еме алмайды ғой, аузынан шығып кете береді. Сол кезде медсестралар келіп, смесь берейік деп қоймайды. Бірақ мен оны да алдын ала оқып алғам, өйткені смесь көп беруге болмайды. Бала егерде сол кездері бірінші туылған кезде смесь ішсе, кейін оның жаңағыдай аллергиясы шығуы мүмкін көп нәрселерге. Яғни максималды түрде смесь бермеуге
бергізбеу керек. Бірақ бәрібір де бір рет келіп смесь беріп кетіпті дәрменге. Мен жаңа осмотрға кеткенде ма, әйтеуір білмеймін. Бала яғни тоймай жатыр, түнде жылады деп әйтеуір бір себептермен келіп бізге смесь берді бәрібір де. Бір-ақ рет. Екінші рет келген кезде мен айттым, жоқ, болды, сүтіміз бар, жақсы, оны бермей қояйық деп. Солай перзентханадағы 3 күніңіз тез-тез өтіп кетеді. Сол кезде балаға өзіңіз де қарап, яғни үйрене бастайсыз. Сөйтіп біздің дәрменіміз дүниеге келді. Әкесін мені қатты қуантып, бізді жылатып, бақыттан. Мен әлі күшен айтамын, дәрмен өте сондай бір дипломатичный адам деп. Өйткені ол таңертең сағат 8-дерде жексенбі күні ешкімнің мазасын алмай, таңертең сағат 8-9-дарда дүниеге келем деп айтты. Кешкі жұмыс уақыты, яғни 6:30-дарда бітсе, сол 6:30-да босанып, өзі сондай дипломатичный деп. Баламен мысалға жүкті кезде сен қалай сөйлессең, қалай өзің ойыңды айтсаң, ол шыннан сенде болады екен. Мен айтатын, мен білетім шыннен, ол бала өте ақылды деп. Ол бала өте ақылды, ол өзі біледі, ол өмірге құштар бала деп. Ол өзі тырысып жүр өмірге келуге деп. Өйткені дәрменнің ішімді itергеннен біз папасы екеуміз күлетініміз іште футбол ойнап жүр деп. Ол бізге айтатын, болды, мен дүниеге келем деген сияқты. Партнерский роды жайында да айта кетейін. Диас өте бақытты болды қатысқанына. Маған да ол өте үлкен қолдау болды. Егер де өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, қатысуға бола ма, болмай ма деп мен айтушы едім, қатысыңыздар деп. Және де Диас та айтады, мен болды, келесі балалардың бәріне де міндетті түрде қатысам деп. Өйткені ол біріншіден әйел баласына өте үлкен қолдау. Және де мен өзім сондай адаммын, қолдауды сезіп тұрған кезде мен өз-өзіме сенімді боламын. Ал егер де мен қазір елестетсем, Диас болмаса, тіпті ол жерде врачтар, енді мен білмеймін, мен кішкене интроверттім негізі. Сол себепті олармен артық рет сөйлесіп, олар маған бір сұрақ қойып жатса, оларға жауап беруге дейін өзің андай схватка кезінде сондай бір эмоционалды, сондай көңіл-күйің былай болып тұрған кезде тіпті дұрыс жауап беруге де күшің болмайды. Сол кезде сен үшін, яғни сенің артыңда тұрған жолдасың жауап беріп, жоғыл былай, жоғыл мынандай, бүйтпеңіз, сөйтпеңіз деп мысалға сен үшін солай жауап беріп отырған кезде, сен сол кезде өзіңнің ішкі эмоцияңа ғана қарап отырасың. Яғни өзіңмен өзің болып. Яғни маған сол нәрсе өте ұнады. Видео өте ұзақ болып кетті. Бірақ сонда да сіздерге бір пайдасы болған шығар деп ойлаймын. Ең бастысы қорықпаңыздар. Ол деген физиологиялық табиғи нәрсе. Сізге дейін де, сізден кейін де неше мың әйелдер босанады. Сол себепті тек қана сіздің басыңыздан өтетін нәрсе емес ол. Неше түрлі проблемалар болса, ол да көбісінде бар. Жаңағыдай қорқу болсын, кейбіреулер гемоглобинмен алысып жатады, кейбіреулер неше түрлі анализдермен жаңағыдай күресіп жатады. Бірақ қандай да жағдай болмаса, ең басты өзіңіздің ниетіңіз, өзіңіздің настройыңыз дейді ғой. Сол себепті настрой әрдайым позитивті болсын, настрой әрдайым жақсы нәтижеге болсын. Не солай сіздермен бірге мен де өзім сол күнге саяхат жасап келдім. 9 ай бойы сол күнді асыға күтіп жүргенде бір мезетте өте кетеді. Сонымен егер де бұл видеоның сіздерге пайдасы тисе, мен тек қана риза боламын, тек қана разы боламын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Барынша жауап беруге тырысамын. Егер де босанайын деп отырған аналар болса, тек қана сәттілік. Қорқып жүрген қыз-келіншектер болса, қорықпаңыздар. Барлығы да керемет болады, барлығы да тамаша болады. Тек қана соған сеніңіздер. Сіздерді жақсы көремін. Сіздермен болған Айжан.